Құқықтық тәртіп жедел алдын алу іс-шарасын өткізу барысында Ішкі істер департаментінің жергілікті және әкімшілік полициясының қызметкерлері Петропавлдық байкерлермен кездесті. Күн тәртібіндегі мәселе көктемгі жазғы уақытта жол-көлік оқиғаларын ескерту мен оларды алдын алу. Ішкі істер департаменті жергілікті полиция қызметінің ақпаратынша жыл басынан бері облыс жолдарында мотоцикл жүргізушілерінің қатысуымен 6 жол-көлік оқиғасы тіркеліп, салдарынан 7 адам жарақат алған. 3 апат мотоцикл жүргізушілерінің кінәсінен, ал 1 жол-көлік оқиғасы мотоциклге отырған мас жүргізушінің кінәсінен болған. Кездесу барысында полицейлер мотоцикл жүргізушілерін қала көшелерінде жылдамдықты асырмай, жол қозғалысы ережелерін сақтауға және арнайы қорғаныш киімдерін киіп жүруге шақырды. Полиция офицерлері бұл ұстанымдардың жол қозғалысына қатысушы скутер жүргізушілеріне де қатысты екенін айтуда. Уже свыше 30 лет я ездил на мотоцикле. Мен 30 жылдан астам уақыт бойы мотоцикл жүргізіп келемін. Осы уақыт аралығында бірде-бір жол-көлік оқиғасы орын алмады. Әрдайым қорғаныс киімін киіп жүргізуші куәлігін алып жүрген жөн. Өз балаларына скутер алып беретін ата-аналарға айтарым. Скутерге отырғызбастан бұрын балаларыңызда арнайы киім болуы қажет. Ережелерді білгені абзал, осыдан соң ғана рөлге отырғызу керек. Мотокөліктер жүргізушілерінің тарапынан болатын жол қозғалысы ережелері бұзушылықтарын алдын алу мен оларды ескерту мақсатында жол-патрульдік полициясы осы жылғы көктем кезінде апта сайын рейдтер жүргізіп, олардың барысында 68 мотоцикл жүргізушісі жауапкершілікке тартылып, 80 мотокөлік арнайы тұраққа қойылды. Рейдтік іс-шаралардың мақсаты мотокөлік жүргізушілеріне айыппұл салу емес, жол үстінде болатын апаттардың салдарын ескерту. Проверили на наличие. Менің скутерімнің текше метрін тексердім. Көлігім бұл санатқа жатады екен. Алайда жанымда көлігімнің құжаттары болмай қалды. Нәтижесінде менімен түсіндіру жұмыстарын жүргізіп босатты. Сәуірдің 23-25 аралығында жедел алдын алу республикалық шара өткізілді. Бұл енді негізгі мақсаты осы жүргізушілер, әсіресе мототранспорт, соларда үлескел бұзылу соны анықтау. Әрине көбінесе жасқа уақытта кәмелетке толмаған балалар көбінесе осы автокөлікпен жүретін болады. Сондықтан осы біздің енді әкімшілік полиция қызметкерлері осы қатаң жұмыс істеуде. Полицейлердің айтуынша жол қозғалысының барлық қатысушыларының арқасында жол үстінде тәртіп орнатып, қайғылы жағдайдың алдын алуға болады. Жергілікті және әкімшілік полиция барлық мотокөліктер жүргізушілеріне жол үстінде жылдамдықты асырмай абай болып, ауа райын бақылап, жол қозғалысының өзге қатысушыларына құрметпен қарауға шақырады.